Саламатсыздар ма оқушылар? 3D баспа бөлімі бойынша жиынтық бағалауды орындаймыз. Информатика 6 сынып, 2-90. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. 3D модельдеу программасының атауын анықтаңдар. Бұл жерде әрине SketchUp бағдарламасы. Екінші, 3D графикада 3 өлшем болады. Олардың атауын жазыңыз. Бізде бірінші бұл ені болады. Және екінші ұзындығы. Үшінші биіктігі. Келесі үшінші тапсырма. Суретте көрсетілген құралдар қалай аталады? SketchUp бағдарламасына өтетін болсақ, мына жердегі ластығы, яғни өшіргіш. Екінші бұл лупа, яғни масштаб. Бірінші сонда өшіргіш, яғни орысша атауы ластик. Екінші масштаб. Төртінші тапсырмаға келеміз. Тұжырымдардың шындық жалған екенін анықтап, плюс белгісін қойыңдар. SketchUp Mike жобалары WMP форматында сақталады. Яғни бұл жалған болады. Blender 2 өлшемді графика. Бұл да жалған болады. 2 өлшемді фигуралар жазықтықта салынады. Бұл шындық. Paint стандарттық бағдарлама. Бұл да шындық болып есептеледі. Келесі 5-ші тапсырма. Модификациялау құралдарының қызметін сәйкестендіріңіз. Бізде SketchUp'та қолданып жүрген бұл айналдыру. Одан кейін мына батырма бұл жылжыту батырмасы деп аталады. Және мына батырма бұл талқай, яғни итеру, тарту деген батырма. Келесі лупа құралы не үшін қажет? Лупа құралы SketchUp бағдарламасында бұл үлкейтеді бір объектіні және ол объектіні кішірейтуге арналған. Үлкейтуге және кішірейтуге. Үлкейтуге және кішірейтуге арналған.